Армысыздар ағайын, қайырлы кеш. 2022 жылдың алғашқы күнінде-ақ еліміздің энергетика министрлігінің ақмақтығы сыртқа шықты. Жетпіске көтерілді. Тағы да құрттай болды. Бұл кезде газ жетіспеушілік болды. Тағы да бір апта, екі апта. Тоқтат, халық соған үйретіп жүр. Жамбыл қазан жамбыл күйінде қалды. Енді 80-нен кеше 90-ға шықты, 90-нан 99-ға шықты, 100-ден 120-ға шығып барды. Сендер сол айтып отқандарың бір сөз. Шешіліп отқанымызда мәселе жоқ. Міне, сондықтан айтып отқаным, 3 күнде керек емес, 2 күнде керек емес. 1,5 сағат Астанадан қазір осында келсін. Келмей ма? Мен айтам, сөзім жүреді деп айтпаймын барлығына, бірақ айтам, үлкен шахман мәшіндерді областной акиматтың алдына жинаймын, жеңіл мәшіндерді городской акиматтың алдына Жалпы ағайын, Жаңаөзен халқының талабы өте орынды. Мұнайдың үстінде отырған Жаңаөзен қаласында өзімізде өндірілетін газдың бағасы 120 теңге болып тұрған кезде, басқа өңірлерде ол 200-300 әрі қарай шарықтайды деген сөз. Сондықтан ағайын, барлығымыз Жаңаөзен халқын қолдайық. Барлығымызда көлікпен жүреміз, барлығымызда газ өнімі тұтынамыз. Бүгін Жаңаөзен тек қана Жаңаөзен қаласы емес, жалпы Маңғыстау көтерілді десек болады. Арлары мазалап, Маңғыстаудың өзге де Ақшұқыр ауылы, Қарақұдық, Ералы, Жетібай ауданы және де Ақтау қаласы бүгін жиналып Жаңаөзен халқын қолдап, түптеп келген кезде өзі тұтынатын газдың бағасы көтерілуіне қарсы екенін білдірді. Барлық Қазақстан халқына айтарым, бұл әлеуметтік мәселе, қолдан жасалып отқан мәселе. Мұнайлы Маңғыстауымызда газдың бағасы 120 теңге болып тұрған кезде, еліміздің шығысы, солтүстігі қайтпек. Сондықтан да барлық елдің наразылығын тудыру керек нәрсе деп есептеймін өз басым. Амандық болса, ертең Алматы қала тұрғындары, Алматы қаласының белсенділері Жаңаөзен халқын қолдап, өз өнімізді, өзіміздің позициямызды көрсетуге шақырамын. Барлықтарыңыз Бесшан Лайв YouTube арнасына тіркеліңіздер, комментар жазыңыздар, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар, сынаңыздар, даттаңыздар, боқтаңыздар, нұрботтар, сіздер оттаңыздар. Аман болайық, бір болайық. Алихандардың арын сақтайып, Ахметтердің қанын сақтайып, Алашорданың аманат қылған Алашқа ортақ жерін сақтайып, бабаларымның қанымен келген, аналарымның жанымен келген, арыстарымның жолымен келген, жетім жесірдің зарымен келген, тілді сақтайық, дінді сақтайық, білді сақтайық. Қазақ ұлтыңды сақтаруға бөлінбе қазақ, бөлінсең бөрі талар төбінде қазақ, біріңді бірің аяқтан тартпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде қазақ, ұлтыңды сақтаруға бөлінбе қазақ, бөлінсең бөрі талар төбінде қазақ, біріңді бірің аяқтан тартпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде. Үшін уды орта бөлдеген, алталашымна атқа міндеген, Абылай бабам 300-ді жинап, ұлттың намысын сыртқа бермеген, біріңді бауыр, бірің дос деген, біріксек бірлік бүлінбес деген, ата жауыңның алдында сонда, алтын басыңмен бөлінбес деген, сұлтандарыңда, тұлпарларыңда сүрінбес деген. Қазақ ұлтыңды сақтаруға бөлінбе қазақ, бөлінсең бөрі талар төбінде қазақ, біріңді бірің аяқтан тартпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде қазақ.